Апа, сізге көптен бері тілек айтайын деп жүрмін. Ене саға Ене саға қандай мақтауы жарашат. Ене сенден кім сыймықты талашат. Ене сенден кім сыймықты талашат. Ене саға барлық мақтау жарашат. Апа, мені ушун даражаға жеткирип, чоңойтуп өстүрдүңүз апа. Ушунча туган таптырдыңыз, ушунча дос уруп таптырдыңыз, ушунча келин таптым, Кудайга шүгүр. Атам болгондо атам айтат болчу. Балам, сенин тоюңда апам экөөбүз тиктен тик туруп, бардыгын өзү бүтүрүп деп болчу. Тилекке каршы атам бүгүн жок. Ошентсе дагы апам бар. Отырып, şu баламға үйлесем бекен, жайласам бекен деп ойланып отырып қалдым. Bir gün келелі менің жаныма келіп, желкеме қолын қойып, жаныма құшақтап, балам, бұл дүниедегі ең қиын адам кім деп сұрайды менден. Мен жауап бердім, ата, мен де деп жауап бердім. Атам мені түсінбей қалды деп ішіне айтып, дағы бір жол сұрады. Балам, бұл дүниедегі ең қиын адам кім деп сұрады. Мен атама қарап жымайып тұрып, ата, мен де деп көкірек қаққыладым. Атам тарының астына рақа басып кетті. Үмітін үзбей дағы бір жол сұрады. Балам, бұл дүниедегі ең қиын адам кім деді. Мен айттым, ата, әлбетте сіз ата. Siz canım ata, siz деп айттым. Атам айтты. Балам, бая жанымда тұрғанда неге сізде ушинтип айтпадың деді. Атажан, жаным ата. Алмайды сіздің қолыңыз менің желкемде болчу. Сіз менің жанымда болсоңуз дедім. Сіз менің жанымда болсоңуз, менің желкемде қолыңыз тұрсаңыз ата, мен бұл дүниедегі ең қиын адам мен болом ата дедім. Атамның тилекке каршы ушул күндөрү көрбөй калды. Kudayның taqdiri eкен, баш ийебиз, не кылабыз. Кантсе дагы бейишим бар апам. Апалар аман болсын, бейиш энелер таман астында.